Пандемия деп уайымдадық, ойбай, пандемия деп. Зато 40 адаммен той жасауды үйрендік. Палаткада көп шығындалмай-ақ, оформление жасамай-ақ, жаймен техничный ағаштың арасында да той өткізуге болады екен. Сөйтіп те жұрт бақытты болып жатыр, бола ма? Бір нәрсені хайырсыз деп көрсең, артынан хайыр бар. Бір нәрсе дұрыс емес сияқты болғанмен саған берекеті болады. Сондықтан еш уақытта ол үмітсіз болмау керек, үмітті үзбеу керек. Жұмысқа келе жатсың, демек сен бақытты адамсың, сенің жұмысың бар. Жұмысың бар, трудовойың бар. Жұмысқа шықтың бүгін, азанда шерің ауырып тұрған жоқ, скорый шақырып атқан жоқсың, аяқ қол қимылдап тұр, кофе дайындадың, деп шай құйып алдың іші, азында фильтрден деп су ішіп алдың. Қарас, миллиондаған адам больницада жатыр, фильтріңде ауа жұта алмай жатыр. Мына ауа жұту үшін ана ивелный аппаратты әкеп кеңірдегінің ішінен мынандай аппарат, мынандай Г-образный темірмен бейтіп тығады. Ол оңайлықпен кірмейді, ол тамағы. Операцияға жатқандар біледі өзі. Соны бейтіп кеңірдегіне ашып тұрып аузыңа тығып жібереді. Өйткені сен демала алмайсың да, ол болмаса, өліп қаласың. Талай адам жатыр. Ал сен спокойно қайқа келатсың? Жұмысқа келесің. Неғып сен Құдай жарылқап қойды, бұндай бонусты неғып беріп қойды? Сен неге больницада жатпайсың? Сол баладан бір жерің артық ба? Сол адамнан бір жерің мықты ма? Әлде сен әулиесің ба? Қанатың шығайын деп келатыр ма? Сен осындай сюрприз күтіп тұр деп ойламайсыз ба? Сізге бүгін сондай келіп қалу мүмкін емес па? Мүмкін. Несін уайымдайсыңдар онда? Яғни біз тірі тұрсақ, бүгін Алла бізге шанс беріп тұр, жақсы бір күн өмір сүруге. Ертеңгі күнді білмейсің сен. Ертеңгі күнді біреуден сұрай да алмайсың. Ертеңгі күн, сен ертең келем деп айт, келем, ол келе ме, келе алмай ма, ол белгісіз нәрсе. Яғни бүгін ояндық, бізді Алла тағала бір бонус берді бізге. Әрбір күндерің бонус, осыны ұмытпаңдар. Бүгін ояндың ба, бүгін ешкімге ренжімей ақ қой. Бүгін ояндың ба, біреуден қорықпай ақ қой. Мен талай жерлеген адаммын. Тура мағынасында. Яғни қалай тура түсінгің келіп тұр, солай түсін. Денесін жуалмай жатқан кейбір адамдардың денесін жуғанмын. Қолы қайырылмайды, қолы қақайып қатты қалады дейді. Қарас болып жүрген адам пұтына ие бола алмайды. Сен кімнен қорқып жүрсің сонда? Мына дүние қорқып өмір сүруге бұл уақыт аз. Бұл біреуден қорқып, біреуді аңдып, біреуге ренжіп жүрген кезде уақытың өтіп кетеді. Біреуге ренжіп өмір сүре алмайсың. Мен мына кісіге ренжіп жүрмін. Бұл білмейді да менің ренжіп жүргенімді. Бұл өзінше жүр. Бұл біреуге ренжіп жүр. Ренжіп жүргенде өмірің өтіп кетеді ғой. Қорқып жүрген адамың анау жуына алмайды. Құйрығын бәрін шлангымен бүйтіп біреу жуады онда. Сен қорқып жүрген адам. Кімнен қорқасың? Мың бәле келгенмен, жалпы, мың дүния болғанмен, еркегі мың жерден қатты болғанмен, әйелді ары қорғайды дейді. Сен ақшамен оны ұстап тұра алмайсың. Оның иманы дұрыс болса, сол қорғайды әйелді. Мың жерден күшті болма, иманың ғой сені алып жүретін. Сондықтан имандарың мықты болсын. Имангершілік, адамгершілігі бар адам бұл дүниеде қалады. Әйтпесе не бір адам ұмытылып кетіп жатыр. Не бір күшті болған адам ұмытылып кетіп. Не бір қатал болған адам ешкімнің есінде де жоқ, қалмайды. Айналайын, бауырым деген адам есіңде мәңгі қалады. Онда да ол жүрекпен айтса,